Сәлем достар, бүгін сендермен мен Асқар Нұрқасын және қазақша бейне сабақтар арнасы. Ал енді бастайық. Бүгін бізге сендерге үйрететін сабағым ол мында тіл панелі болады. Осылай көріп тұрғаныңыздай тіл панелі болады. Ол панельдердің арасында ең бір компьютер сатып алған адамда компьютердің винdows орыс тілі мен тек қана ағылшын тілі ғана болады. Ол кезде қазақ тілі болмайды. Сондықтан да бізге керек параметрлерге кіреміз. Сосын параметрға кіргенде мында тек қана сіздерге осы жасап көрсетейін. Қазір қайтадан келсеңіздер, қазір қайтадан көрсетем. Міне қазақ тілін өшті қояды. Жоюды басып өшті қояды. Мен жойып салдым қазір. Менде қазір мында қазақ тілі болып тұр. Қазір сіздерге қолдануды басып көрсетейін. Дұрыстап бастыңыздар. Сіздер сенбей қаласыздар, мында не тұрды екеуі. Сосын параметрға кіреміз. Қосуды басамыз, добавить температураша. Сосын қазақ тілін тауып аламыз. Міне қазақский язык. Сосын перне тақтаны ашамыз. Сосын қазақ деген сөзді не қыламыз. Окей батырмасын басып не қыламыз. Сосын қосуды басты, қосылды бізде. Сосын қолдану деген ол орысша алып тұрғанда перемен деп алып тұр. Менде қазір компьютерім қазақша аударылған, сондықтан мен қолдануды басып болып, окей батырмасын басам. Сосын менде кіргізіп қойын қазір. Менде қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, мен қазақ тілі қосылды. Сол рахмет тамашалағандарыңызға. Менің бүгін сабағым аяқталды. Және достар, арнаға жазылуды ұмытпаңдар. Сау саламатта болыңдар.